Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Дина Мукатай. Жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Бүгін мен сіздерге аяқ-қолдың ұюы қандай аурулардан хабар беретіні жайында ақпарат беретін боламын. Және мұндайда не істеу керек деген сұраққа нақты жауап аласыздар. Жалпы аяқ-қолдың ұюы бұл адамның денесінің белгілі бір бөлігіндегі сезімталдылықтың жоғалуымен сипатталады. Яғни аяқ-қолдың сезімталдылығына жауап беретін нервтердің қанмен қамтамасыз етілуі нашарлағанда аяқ-қолдың ұюы дамиды. Бұл жағдайға әкелетін негізгі басты себептер мынадай. Аяқ-қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Жалпы қант диабеті қандағы қанттың мөлшерінің жоғары болуымен сипатталады. Қандағы қанттың мөлшерінің жоғары болуы қан айналым жүйесіне кері әсер етеді. Нәтижесінде аяқтың ұюы мазалайтын болады. Аяқ-қолдың ұюының келесі бір себебі витамин В12-ның жеткіліксіздігі. Яғни бұл кезде қолдарыңызда, аяқтарыңызда ұю, шаншу және ауырсынумен жүретін перифериялық нейропатия дамиды. Егер сізді аяқ-қолдың ұюы жиі мазалайтын болса, рационға қызыл ет, құс еті, жұмыртқа, балық және сүт өнімдерін қосыңыз. Себебі витамин В12-ның мөлшері бұл тағамдарда өте жоғары. Келесі бір себебі шашыраңқы склероз ауруы, яғни рассеянный склероз. Бұл ми мен жұлынға әсер ететін, аяқ-қолдың ұюымен жүретін созылмалы аутоиммунды ауру. Аяқ-қолдың ұюына әкелетін келесі бір себеп омыртқа аурулары. Яғни остеохондроз грыжа кезінде жүйке, нервтер қысылып, басылып қалады. Нәтижесінде аяқ-қол ұйып мазалайтын болады. Сонымен қатар қан қоюланып, қан айналым бұзылғанда, жүрек ишемиясында, стенокардия, инфаркт, инсульт кезінде де аяқ-қолдың ұюы жиі көрініс береді. Келесі бір себебі ревматоидты артрит. Бұл буындарды зақымдайтын аутоиммунды ауру. Аяқ-қолдың ұюы, ауруы ревматоидты артриттің алғашқы белгілері болып табылады. Қолдың шаншуы, әсіресе түнде қолдың ұюы білек туннель синдромының жиі кездесетін симптомы болып табылады. Ұю аймағына бас бармақ, сұқ саусақ және ортаңғы саусақ, сақина саусақтың жартысы жатады. Мұндай жағдайда жансызданған қолды ысқылау өте пайдалы. Келесі бір себеп спирттік ішімдік, яғни алкогольді шамадан тыс қабылдау кезінде алкогольдік невропатия дамуы мүмкін. Бұл кезде жүйке жұмысы баяулап, қан айналым нашарлайды. Соңынан аяқ-қол жансызданып, ұйып қалады. Негізінде аяқ-қолдың ұйып қалуы үлкен және орта жастағы адамдарда жиі кездеседі. Себебі бұл кезеңде холестерин мөлшері көбейіп, ағзадағы қан айналым қиындайды. Осының салдарынан аяқ-қолдары жиі-жиі ұйып, оның сезімталдылығы жоғалады. Егер де сізді аяқ-қолдың ұюы жиі мазалайтын болса, онда осы аталған себептерді анықтап, негізгі ауруды емдеу қажет. Сонымен қатар фолий қышқылына бай өнімдерді рационға көбірек қосу керек. Фолий қышқылының мөлшері жаңғақтарда, бауырда, шпинатта, капуста, брокколиде, жұмыртқада өте жоғары. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.